Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бұл каналдың басты мақсаты сіздерге ағылшын тілін үйрету. Қалай дейсіздер ма? Тағы да граммар. Олай болса байқа көрейік. Кеттік. Өздеріңіз білесіздер, біз ағылшын тілін көбіміз, яғни ағылшын тілін бала кезімізден бастап үйрендік. Граммарын он саусақтай жаттадық. Бірақ көшеде Крис Такерді кезіксек, ол бізді түсінбеуші еді. Деген адамдар сұрайды, неге ол түсінбейміз, неге білмейміз, неге жауап қайтара алмаймыз деп. Менің ойымша, менің тәжірибелеріме қарай көрсем, негізі spoken English деген болады. Бұның көп айырмашылығы жоқ, бұда граммар қолданбайды емес қолданады. Тек кейбір жерлерде, мысалы, көптеген граммарды басынан бастап, аяғына деген керектеніп отырмайды, кейбір нәрселерін қысқарта салады деген сияқты, кейбір жерде жазылуынан басқаша айта салады деген сияқты сондайлар болады. Ал бұны әсіресе қазіргі заманда американдық адамдар көп қолданады. Сондықтан менің басқа мақсатым, сіздер шетелге барсаңыздар немесе шетелдік адамдармен кездессеңіздер, қиналмай-ақ сөйлей салатындай дәрежеге жетулеріңіз үшін осы видеоны жасадым. First things first деп айтады, яғни ең бастапқы өзекті нәрседен бастайық. Негізі барлық коммуникацияда, барлық тілде ең маңыздысы, негізі адам бір-бірімен қандасқанда айтатын сөзіміз амандасу, яғни greetings. Сондықтан мен бүгінгі алғашқы видеомда сіздерге осы greetingспен бастауды жөн көрдім. Негізі әрбір тілде амандасқанда өзінің ерекшеліктері бар, яғни адамға амандасқанда оның беделіне қарап, оның жасына қарап, соған сай аманын береді. Мысалы, қазақшада да бар, сол сияқты ағылшыншада 3 түрі болады екен. Соның бірі professional or formal, яғни ресми түрде амандасу. Good morning, яғни қайырлы таң, good afternoon, қайырлы күн, и good evening, қайырлы кеш. Бұларды айтқаннан кейін, негізі сіз амандасып сәлем беріп тұрған адамның атында қосып айтсаңыз, өте жақсы болады. Мысалы, good morning, Mr. Jones. Жауаптары да солай, ол кісінің да сізге беретін жауабы good morning, немесе good afternoon, yeah? Good morning, Vietnam! Келесі, hello, how do you do? Бұда how do you do негізінде қалың қалай деген мағына береді. Бірақ ресми түрде келгендіктен бұл жерде сізден сұрақ сұрап тұрған жоқ. Негізінде nice to meet you, яғни сізді көргеніме қуаныштымын деген мағынада. Келесі, how have you been doing? Or how have you been? Бұлда да тура аудармасы жоқ, бірақ мағынасына қараса қалың қалай деген мағынада. Олардың жауабы good, thank you. What about you? Жақсы, рахмет, сен ше? Немесе great, thanks for asking. Керемет, сұрағыңызға рахмет. Сол осы сұраққа негізі осындай қысқаша ресми түрде болғандықтан қысқаша жауап берген дұрыс болады. Келесі informal, яғни бұны сіз өте қатты ресми емес, бұны сіз туыстарыңызға, немесе коллегаларыңызға, немесе көп қатты жақын емес, бірақ араласып тұратын, күнде көретін бекен, көршілеріңізге ма, сондай кісілерге қолдануға болады. Мысалы, hello, hi, hey. Бұның барлығы да сәлем деген мағынаны береді. Жауабы да сол hello, hi, hey. Келесі, how are you? How are you doing? How is it going? Бұның бәрі де қалың қалай деген мағынады береді. Оның жауабы fine, thanks, and you? Жақсы, рахмет, сен ше? Немесе great, you? Жақсы, сен? Hi, good, thanks, how about you? Сәлем, жақсы, рахмет, сен ше? Doing well, and how you been? Жақсы, сенің қалың қалай? Not bad, and you? How are you? Жаман емес, сен ше? Сен қалайсың? Oh, hello. Oh, hello. Hi, how are you? Fine. Біліңізге, шынымен де сұрақ қойғыңыз келсе, енді көп араласып танитын кісіңіз болса, how have you been? Қалыңыз қалай? How have things been going since I last saw you? Шаруаларыңыз қалай, ең соңғы рет мен сізді кезіккеннен деген мағынада. What have you been up to? Қандай жұмыспен араласып жүрсіз? Жұмыстарыңыз қалай деген мағынада.
Бұда кішкене толығырақ жауап бересіз, болған оқиғалардан да кішкене қосуыңызға болады. Мысалы, nothing to complain about, шамдалатын ештеме жоқ. The family is good and work is fine. Семья жақсы, үй жұмыс та жақсы. Just the same old. Бәрі қалпынша. What about you? Сен ше? Келесі slang for casual situations. Бұл болғанда сіз өте жақын адамдарыңызға керектенесіз. Көбінесе достар арасына, аға бауыр деген сияқты. Hi, hey there, hey man. Бұлардың бәрі сәлем дегенмен бірдей, бірақ hey man'ді тек ер адамға ғана керектенесіз. Егер әйел адамға айтатын болсаңыз, hey there, немесе hey, hi деп айта берсеңіз де болады. Келесі yo. Бұл көбінесе жастар айтады, и бұл негізі бұлай хип-хоп стилінде айтылады. Келесі howdy. Ол how do you do деген сөздің қысқаша айтқаны. Бұны көбінесе сол каубой стиліндегі адамдар керектенеді. How is it going? What's going on? How's everything? Бұлда да жағдай қалай, не болып жатыр, не жаңалық деген мағынада. Ал бұның жауабы болса good, you, жақсы сен, fine, you, тағы да жақсы сен, not bad, жаман емес, hey, how is it going? Сәлем, қалың қалай? Келесі what's up, what's new, sup, what's up, what's up. Бұның бәрі де сол жаңағы көбінесе жастар арасында керектенеді. Аударған кезде төбеде не бар емес, бұл не жаңалық деген мағынада. Олардың жауабы not much, ештеме, nothing, ештеме, hey, what's up. Немесе өзіне де сол сұрақ қайтадан сұрап жауап беруге де болады. Hey, what's up. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше. Bye-bye. Thank you from the bottom of my heart. I love my job and thank you.